Міне аптаның бел ортасына да келіп жеттік. Әсіресе аптаның ортасында жұмыс күнінен шаршап кеткен жандарға бір пайдалы кеңес бар. Бұл қыш құмырамен жасалатын терапия. Бұл терапияны қайда жасайды, кіммен жасайды? Қазір сіздерге таныстыра кетейік. Біздің қонағымызды қыш илеу ісінің шебері Данияр Бабашев студиямызда. Қош келдіңіз, Данияр. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Міне сіздің барлық жұмыстарыңызда тұр қазір. Өте әдемі құмыралар. Енді шынымды айтсам, бұның барлығы балшықтан жасалды, қыштан жасалды дегенге сену қиын, иә? Бұлар кәдімгі табиғи саздан, өзіміздің Қонаев қаласындағы табиғи саздан жасалған қыш құмыралар. Бұның барлығы қолдан жасалған. Әр құмыраға бір аптадай уақыт кетті жасалуына. Оның кептіретіні бар, барлығы уақыт бар, және күйдіруі бар, иә. Енді Данияр, өзіңіз қыш жасауды кімнен үйрендіңіз? Қашаннан бері жасайсыз? Қашаннан бері айналысасыз? Қыш құмыраны жасаудан ең алғаш осы Алматы қаласына 9-шы сыныптан кейін Орал Таңсықбаев колледжіне осы қыш мамандығына түскен болатынмын. Оны бітіргеннен кейін бұл мамандықты оқыған аздау болғаннан кейін Жүргенов өнер академиясына дәл осы қыш мамандығын қайта жалғастырдым. Сол жақта 4 жыл және білім алмастырумен Мәскеу қаласында 1 жыл оқыған болатын. Солардың нәтижесінде қазір осы қыш құмыра жасаумен айналысамын. Сіз кәдімгідей нағыз маман екенсіз, енді білімді жалпы 9 жыл уақыт кеткен. 9 жыл бойы білім алдыңыз, содан кейін қазір осыны айналысып жүрсіз, иә? Енді қыш жасаудағы кез келген адам оны жасай ала ма, қолынан келе ме? Ең алдымен суретке және қолөнерге деген икемі болса, осы қыш құмыра жасауға қызығушылығы болса, кез келген адам үйреніп кетуге болады. Ол үшін қажетті басты талап қандай? Басты талап ол өте сабырлы, икемді болу керек. Және суретке, қолөнерге өзінің іштей қызығушылығы болу керек. Және оны үйрену барысында соның барлығы ашыла келе, осыны жақсы үйреніп кетуге болады. Міндетті түрде осы қасиеттеріңіз болса, шыдамдылық болса, біртіндеп асықпай отырып жасап үйренуге болады. Бір адамға, мысалы, мен бастасам қанша уақытта үйрене аламын? Бір құмыра негізі 10-15 минут жасалады, бірақ негізгі уақыт оның кептірілуіне және күйдірілуіне кетеді. Бір құмыра бір апта бойы, жалпы дайын болғанға дейін бір апта бойы уақыт кетеді. Осындай уақыт кетеді, иә? Ал негізі бір құмыра ол 5-6 минутта жасалады. Құмыра жасау аппаратында. Енді біз міндетті түрде құрметті көрермен қалай жасалатынын осы студияда арнайы, яғни ыдыс деп айтады ма, арнайы дүниені әкеліп осы жерде жасайтын боламыз. Ал дәл қазір 95 жасқа келсе де өз өнерін жоғалтпаған, тігін тігіп, кесе тігіп жүрген Меруерт апайымыз жайында дайындаған бейнематериалымыз бар, назарыңызға ұсынамыз. Құрметті көрермен, біз дәл қазір Даниярмен бірге енді ғана қазір ең алғашқы қадамын жасап, қыш құмыра жасауды бастап жатырмыз. Енді қарап отырғанның өзі адамдың жүйкесін тыныштандыратын сияқты, иә, Данияр? Оны жасау үшін ең бірінші қышты жақсылап илеп алу керек бірнеше рет. Ал егер қыш жақсылап иленбесе, одан ешқандай құмыра шықпайды. Негізі енді бірінші айтайықшы, мынадай қыш илеуге арналған аппарат қажет. Одан кейін мынау сазды қайдан аламыз? Дайын саз керек. Ол өзіміздің Қонаев қаласынан өндіріледі, жасалады. Сол жақтан дайын күйінде біз алып келеміз. Неліктен ол жақтан басқа жердің сазы бармай ма? Қонаев қаласында жалпы керамика жасайтын үлкен завод болған. Өкінішке орай қазір ол жабылып қалды, бірақ осы қышты өндірумен әлі де айналысады. Сондықтан да сол жердің сапалы сазынан аластырылады. Керемет, енді қазірдің өзінде қарап отырғанда бірден көздің жауын алады, бірден бір гипноз сияқты, бірден айналып жатады. Жалпы қараған кезде өте оңай көрінеді, өзі жасалып жатқан сияқты. Бірақ қызық енді. Қазір сіз де жасап көрсеңіз болады. Мен де жасап көрейін. Сіз енді жобасына келтіріп берген сияқтысыз, маған? Қазір жобасына тағы да келтірейін. Құрметті көрермен, егер де жалпы осы пайдасы туралы айтыңызшы, ең басты қандай пайдалары бар осы қыш құмыра жасағанның? Жалпы сазбен жұмыс жасаған үлкен адамда, кішкентай баланда бұның жүйке жүйесіне жалпы өте пайдасы көп. Ең бірінші жүйке жүйесін тыныштандырады. Ал енді мысалы қалай сыртында бірдей сызықтар шығып жатыр, оны бедері ма, енді қалай жасап жатсыз оны? Кәдімгі жалпы губкамен, екі қолдың өте тепе-теңдігі қажет бұл жерде. Қазір мына саздың қалыңдығы жалпы 5 мм ғана. Сондықтан бұл өте нәзік. Сол кезде екі қолды жалпы тепе-теңдігін сақтап отырып жасау керек.
қазір сіз жасап көрсеңіз болады. Екі жағынан ұстап, басын жаймен кішірейтсеңіз болады. Қазір мен сәл енді кірсем, құрметті көрермен, мен міндетті түрде біздің шағын бейне материалымыз бар, содан кейін жасайтын боламын, қолымды бірден содан кейін білдіретін боламын. Қазір кезек берсек, бүгін елдің арда азаматы, саяси қайраткер, ғалым, академик Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туған күні. Қазақ тарихында сүбелі із қалдырған дәуір тұлғасының есімі ешқашанда ұмытылмайды. Айтулы күнге орай асқар азаматтың өмірі мен қызметінен сыр шертетін мұражай үйіне біздің тілшілеріміз барып қайтқан еді. Дәл қазір бейнематериалға кезек береміз. Жатқан қазіргі құмыраның өзі, саз балшығының өзі Қонаев қаласынан деп жатырмыз. Енді Қонаев атамыздың бүгін туған күні екен, қызық сәйкестік сияқты. Енді мен кірсейін, көмектесейін сізге. Құмыраның ең соңғы этапы жалпы формасын аяқтайсыз бас жағының. Ол үшін екі қолыңызды жаймен осы жақтан ұстап. Шынымды айтсам, бірінші рет жасап тұрмын. Яғни міндетті түрде сулап алу керек, иә? Осыдан кейін және басын жаймен шығарасыз екінші қолыңызбен. Қалай? Былайына шалқайтсам, басы шығу керек, иә, былайына? Формасы өзгереді, иә. Формасы өзгереді. Керемет, енді сәл ғана қимылдың өзі бірден құмыраның құрылысын өзгертеді, иә? Мен тым жалпақ қылып жүрген сияқтымын. Енді мысалы осы құмыраны бұл дайын болып жатыр ма, әлде мысалы тағы да өзгертіп жіберуге бола ма? Жалпы формасына қарай өзгерте беруге болады. Мен ендеше бір формасын өзгертіп көргім келіп тұр. Оны қалай жасау керек? Басын бұдан да жіңішке қылсаңыз болады. Енді шынымен де осылай айналып жатқан құмыраға қарап отырғанның өзі шынымен терапия болып тұр ғой, иә? Қандай, мысалы, енді сізге келетін шығар, иә? Көптеген адамдар осымен айналысуға, құмыра жасауға. Жалпы осымен айналысуға жас ерекшеліктеріне қарамайды, кіші баладан үлкен кісіге дейін. Иә. Кез келген адамға айналысуға болады, иә? Өзіңіз бір енді байқаған шығарсыз, мысалы бір эмоцияларын көрсетіп жатады, қуанып жатады, әлде бір тыныштық күйге ене ма? Өзіңіз не байқайсыз? Жалпы осымен айналысқан кезде ең бірінші адам тек осыған ғана мән береді. Жан-жағының барлығында не болып жатқанын барлығын ұмытып, өзінің жасаған бұйымын жақсылап шығуына соған әрекет жасайды және тек осымен ғана айналысады. Сол үшін келген адамға, жасаған адамға өте қызық. Қазір енді мен егер де осылай екі жағынан қысатын болсам, ол ұзынырақ болып шығады, иә? Ұзынырақ болып шығады. Мен қазір жасап көрейін. Тағы да өзгертіп жатсыз формасын. Негізі қазір бұның сыртына енді сіз мынамен сызықтар салсаңыз болады, мынаны ұстайсыз. Бұл кез келген мына жағынан. Ұзын осылаймен жасаймын, иә? Осылай. Қалай тегіз оңай? И және былайынан қозғалсаңыз болады. Былайынан. Былайынан болу керек қазір. Мәссаған, құрметті көрермен, көріп жатқан шығарсыздар. Қандай ойы пайда болып жатқанын осылай қолды қозғалтып отырса, кәдімгі сызықтар, иә, әдемі пайда болады екен. Енді шынымен де таңғалатындай дүние енді, иә. Енді сіз елімізге танымал жандармен де қыш құмыра жасап жатасыз, иә. Тіпті қазіргі кезде романтикалық кездесулердің өзінде қыз бен жігіт осындай қыш құмыра жасауға барып, бірге жасап жатады, иә. Қандай мағынаны білдіреді бұл? Жалпы біздің орталыққа қыз бен жігіттер өте көп келеді, құмыра жасауға, өздерінің кешін қызықты өткізуге. Қазір енді барлығы жаңаша дүние іздейді. Сондықтан екеуі келіп, бір құмыра жасап, құмыраның сыртына өз белгілерін қалдырып, естелікке. Және бұл пештен күйіп шыққан кезде, ол тура сол қалпында, жалпы былайша айтқанда мәңгі қалады десек те болады. Өздеріне бір жақсы естелік құмыра жасап кетіп жатады. Керемет, шынымен де өте керемет естелік болады, иә. Енді айтып жатырмыз ғой, танымал жандардың өздері айналысады деп. Мына Шал фильміне түскен Ерболат Қасымұлы, ол да айналысады екен, иә, осы өнермен. Дәл қазір бейнематериалға кезек берсек, көрейік. Көрейік. Енді көріп тұрғандарыңыздай, Шал фильміндегі басты рөлдегі Ерболат ағамыз осы дүниемен қызығады екен, өзі жасайды екен. Бұл да бір үлкен өнер, оған байыпты болып, байыптылықпен, шыдамдылықпен жасағанның өзі адамға бір шабыт сыйлайтын сияқты, әсіресе шығармашылық жандарға, иә?
одағымыз біздің орталыққа келіп жасап өте қатты ұнап өзінің немересін біздің орталыққа жаңа курсқа беруге жаздырды, жазып кетті, иә. жаздырған болатын. Иә. Керемет. Енді жалпы мысалы адам осымен айналысқаннан кейін қандай прогресс байқалады адамның ойында, мүмкін бойында? Ең бірінші ол адамнан сабырлықты байқаймыз және шығармашылыққа деген бір ізденісті байқаймыз. Жалпы бір бұйым жасаған кезде оны келесіде қалай жасаймын, жалпы адам алға қарай ойлануға, жалпы шығармашылыққа баулана бастайды. Көп көмегін тигізеді. Енді осылай дайын болған қышты сіз өзіңіздің шеберханаңызға алып барып пешке саласыз? Бұл бірінші бөлме температурасында 3-4 күн тұрып кебет. Одан кейін біз арнайы пешке күйдіреміз. Арнайы пеште бірінші күйдірілу ол 950 градуста, және екіншісін егер сыртын біз кәдімгі глазур стекломен қаптағымыз келсе, екінші күйдірілу ол 1050 градуста күйдіріледі. Содан кейін құмырамыз дайын болады. Дайын болады, содан кейін кез келген жасап алған адам өзіне алып кетсе болады дейсіз ғой, иә. Енді керемет, Данияр мырза, алғыс білдіреміз келгеніңізге, өнеріңізбен бөлісіп, осылай көпке қуаныш сыйлап жүргеніңізге алғыс дейміз. Ал енді құрметті көрермен, бүгінде кәдімгі зефирден гүл жасап жүрген, керемет букет жасап жүрген кондитер Феруза Сағидоллаева деген ханым жайында дайындаған бейнематериалымыз бар.